Әпекеміз айтып еді. Адамды бұзатын, әйел адамды өзгертетін кім десең, қасындағы әйелдер бұзады, қасындағы әйелдер зиянға ұшыратады деп бір кездері әпекем бар еді, бірге жұмыс жасаған. Сол әпекеміз айтып еді. Сол әпекеміздің айтқан сөзі өте дұрыс екеніне мен көзім жетіп жатыр. Қалай демейсіздер ма? Осы бірнеше вақтан бері ойбай біз дәйли болып керемет болып жатырмыз, аспанға ұшып жатырмыз деп қолына біраз ақшасын ұстап алып, кейбір әйелдер керемет мақтанып жатыр да. Соған кейбір ауылдың байқұс әйелдері сенеді екен да, азын-аулақ жиып жатқан, біраз малын сатып жатқан, не болмаса күйеу сауда істесе содан іркіп жатқан ақшасын шығарады екен да, соларға дәйли болады екен. Айналайын, дәйли дегенге онша сенбеңдер. Ішкерде поход сат, ішкердегі ешкім оны жақатып тұрған жоқ оны. Ішкердің 10-15 сомдық затын алып келіп алады да, пәлен 100 сомға сендерге сатады. Дәйли болып аласыңдар, одан кейін арттарыңнан дәйли қабылдаңдар дейді. Сендер тағы да дәйли қабылдайсыңдар. Кімді алдайсыңдар? Баяғы ауылда қарапайым әйелдерді алдайсыңдар. Жандарың ашсын. Ол ауылдағы әйелдеріңде дәмес дұрыс. Осылар құсап ақша тауып кететін шығармын, отбасын жақсып кететін шығармын деп тырысқысы келетін шығар. Бірақ та кейін күн зиян жеп қалса, бір отбасында қандай жағдай болатынын сен қайдан білесің? Бір керегіме жаратам ба деген ақшасын сендерге дәйли болып ұстап, ол поход заттарыңды ешкім алмай қалса, басылып қалса, үйіндегі ерлі-зайыпты екеуінің орталығына ретке түсіп қалатын қаншаламаған семья бар екенін бір ойландыңдар ма? Қанша оң қарық болып жүрсіңдер? Ақша табу қаншалық қиын екендігін өздеріңде білесіңдер. Ауылдағы әйелдер әзір қыста қайтып ақша табады. Тек қана күйеулеріне ғана сүйенетін шығар. Күйеулері мақұл мал бағатын шығар, не болмаса мал сауда істейтін шығар. Сауда істеуде оңай әңгіме емес. Мен де ауылға барған кезімде көремін, сол мал базарларға барсам. Бір қараңғы бір жарықта тұрып алып, сол мал сүйреп, одан кейін суықта бір сеңдеп жүріп, бір 200-300 сом үшін қаншылық маңдай терімен қаншылық қиналып тапқан ақшасы. Соны әкеледі кесіңдер да бір сайқалдарға дәйли қығыстық қояды кесіңдер алда болдап. Өйтпеңдер, жандарыңда жүрген қарапайымдарды өйтіп, бір апанға тықпаңдар. Өздеріңді байып қарық болмайсыңдар. Тек қана жоғарыларыңда тұрған сайқалды ғана байытасыңдар. Ішкердегі 5-10 сомдық дүние, оны әкелесіңдер қарапайым қазағыңа пәлен 100 юанға сатасың. Соны бір ойлап қой. Бір отбасын ойран қылудан сақтаныңдар, жандарың ашсын. Бағана бір қыз баланың кескінін көріп қалдым. Мен өстіп елге дәйли болмаңдар деп бір кескін шығарып едім. Біреу маған қоқан-лоқылық қылды деп, заңға мәлім деп қойдым деп. Ол қыз бала да біраз қорыққан сияқты. Төкте қорықпа, біреуді біреу жеп кетпейді. Керемет мемлекетте жасап жатырсың. Осы мемлекетте жасаған екенсің, осындай алып жуға да жасаған екенсің. Еркін жүр, заңға сүйен, ешкім сені жеп кетпейді. Мағанда да келген ғой, пәлен жердің лаудасымын, гүлен жердің андайымын, не болмаса пәлен жердің сақшы бөлімшесімін деп тұрып телефонда хабарласқан. Бұл лаудасымын деген адамның сөзін естідім да басымды ауыртпай, жоғал, сен сияқты мен лаудан 99-ын көргенмін, аулақ жоғал дедім, телефон қойып еттім. Кейін заңның адамы болып маған телефонда хабарласқан кезімде мен, сен қай жердің адамсың, қызмет куәлігіңді маған көрсетші, болды, мен өзім-ақ сені іздеп барайын деген кезімде куәлігінде шығара алмай аты көтіме жоқ болып кеткен. Ондай қоқан-лоқылықтан онша қорқып кетпеңдер. Заңға қайшы жұмыс жасамасаңдар, ешқандай қорқыныш жоқ. Тағы да бір қатын шығыпты. Мен бұрын біреу едім, әзір 3000-4000 адаммын. Мен мыжып өлтіріп өтемін. Көтіңнен боғыңды мыжып шығарып өтемін деп тұрып пуатыпты бір табақтай қатынша. Ол сөзінің қаншылық заңға қайшы екенін өзі білмей оттап түсіп отыр. Сауатының жоқтығы содан белгілі. Ол сөзінде де сақтап қойдым. Ондай кескіні менде жетеді да, бір күні керек болып қалама деп. Ол да бір заңсыз екенін әбден білесіздер. Қазіргі кезде өйтіп адам топтап, елді жәбірлейтін, айтақтап кететін істі де қарақолдар қатарына жатқызады. Қане сенің сол дәйлелеріңіз бір суырылып, бір шығып, тиісіп көрсінші. Сенің тәрбиелеген дәйлелің осы ма деп екі аяғың бір етікке тығып жібереді. Поқ құйсап сен, қарапайым халықты қорқытып, ешіріп жүрген болсаң, міне мен қорқпайтын адаммын. Мен тек қана заңды ғана сыйлаймын. Сен сияқтыдан түк те қорқынышым жоқ. Сен жаныңды берсең, мен де жанымды беріп шыдайтын адаммын. Жанымды да тәуекелділікке тігіп ететін адаммын. Сен бәлкім сенбейтін болуың мүмкін. Уақыт сағат егенде кезіп қалсақ, сол уақытта түсінесің. Ондай ойындарды бір кезде маған істеген ананы салып, мынаны салып айтып етем, мен бүйтіп етем деген поқ сөз. Мен тек қана заңды ғана құрметтеймін, қалған сенің әпшіркелерің бір тиынға есапшы. Біреу келіп
бір қолының ұшын бір тигізіп көрсінші. Сол жерде мен тістеп бір жерін жұлып, әйтеуір аман сау кетірмеймін, ше. Сөзің шыны керек. Біреу соқтығатын болса, өзімдікі дұрыс болса. Жанымды да тәуекелділікке тіге беретін адаммын. Жарайды, аман болыңыздар, тұраптастар. Барлығымыз алып жұмғада жасап жатқан екенбіз, ондай оттап көкитін паушылардан онша қорқып кетпеңдер. Дәлел пәктім мен құсап, жия жүріңіздер. Әйел адамды бұзатын, әйел адамды өзгертетін кім десең, қасындағы әйелдер бұзады, қасындағы әйел